20 минутты өткізе алмай, қуаныштан жүрегім жарылып, өлмесем жетермін. Қарындасыңыздың қолынан шынымен шай ішкіңіз келсе, өлмеуге тырысыңыз. Жаттап алғандай жаңылмайды. Сөзінің қиысын да, астары да бәрі келісіп тұр. Қағып мұқатып қалжыңдамайды. Іш тартып сыйлап сыпайылайды. Қалай әзілдеудің арнайы оқуын бітіргендей, сөйлескенінің өзі сергітіп, көңіліңді көтеріп тастайды. Табиғат шіркін қандай тамаша адамдарды тудырады. Жүгіріп қонақ үйдің астындағы ресторанға кірдім. Шайға қорап кәмпит, бір шампан алдым да, бөлмеме кеп Алматыдан келген базарлықтарымды ақтардым. Лайғау деген ештеңе таппадым. Ұяттау болса да, Қазақстан коньягын таңдадым. Сыртында еліміздің аты жазылған жалғыз нәрсе сол боп шықты. Тұрсынбүбі шайын әзірлеп, киімін ауыстырып, кішігірім салтанатқа әзірленгендей, дегбірсіздеу күйде екен. Кілттеулі есікті қолын орамалға жүре сүртіп кеп ашты. Бөлмедегі екі төсек өте ықтият жиналыпты. Екі арасында үстел қойып, бір орындықты төр жаққа, екіншісін босаға жаққа қарама-қарсы қойыпты. Қай орындықтың кімге арналғаны қойылысынан ақ көрініп тұр. Аға, бірдеңе айтсам ренжімейсіз бе? Айта ғой, ренжімеймін. Әдейі жалғыз қалған шығар деп дәмеленіп қап жүрмеңіз. Қасымдағы орыс қыз бір жігітпен әмпей-жәмпей боп қалған ба, қазір ғана сол шақырып әкетті. Жарайды, шайға ғана риза болайық, дедім күлкіге жығып. Шынында дәмелдеу боп қалғаным рас еді. Бұрын еркек боп көргендей-ақ пейілімді дәл басты. Шайдың сүті болмай қалды аға. Сүт орнына қырғыз коньягын қатып берейін деп отырмын. Оған қалай қарайсыз? Өте жақсы қараймын. Тек өзің де коньяк қатып ішсең, өйткені ас есімен тәтті ғой. Екеуміз де коньяк іштік. Әзілдің тізгінін екеуміз де ағыттық. Тиісіп әзілдеп сөйлейтін кісі өзі де іштей сондай тілеп отырады. Мен әдейі аз тиісіп, көбіне жеңіліңкіреп ретін тауып, қошеметтеп риза көңілімді көпе-көрнеу байқатып отырдым. Мақтап сүйсініп отыруға өзі де тегі әбден лайық. Шын мақтап рас сүйсінгеннен жаның да жадырап демалады ғой. Сондай бір жарасты отырыс болды. Бір кезде ептеп қыздық-ау сірә. Әлде іштей бір-бірімізге жақындағымыз келді ме? Неге екенін Құдай біледі. Рөмкемізді түрегеп кеп соғыстырған қалпымыз үстелдің сол жақ бүйіріндегі төсекке қатарласа отыра салдық. Өзіміз әлі анықтап біле қоймаған бір сезімдер солай отырғызып, бізден санаспай билеп бара жатқан секілденеді. Жақсы көріп сүйсініп отырып, бірақ белінен құшақтауға да бата алмаудың қиынай дедім, қолымды беліне апарып. Аға, деді мұныңыз қалай дегендей үнмен. Ау, дедім, белінен құшақтай өзіме тартып. Болмайды ғой аға, өкпелеп қалам ғой. Мен тілден қалдым. Ол өкпелейтінін айтып жатқанда тамағынан иіскеп, енді иегінен өрлеп, ерінге барып қалғам. Оң қолымның саусақтары тырсиған төсін мыта сипалап, тінткілеп жатты. Қарсылығы тоқтап келіншек құшағымда көзін жұмды. Сәл ашылған ернін жанасып кеп, менің ернім жаба беріп еді. Әлдекім солқ еткізіп есік қақты. Қырғыз келіншек тоқ соққандай ыршып түрегелді. Мен өкініштен қан жылап отырып қалдым. Ішіме құйылып кеткендей күйіндім. Келген қасында жатқан әйел боп шықты. Ол әй-шәй жоқ, есікте кіре бере әлдекімді боқтап қоя берді. Еркек деген қандай оңбаған. Бетіне күліп қарасаң болды, бас салады. Қарашы, үсті басымнан тамтық қоймады. Мен отырау деп айылын жимады. Ендігі отырыста мән болмасын түсіндім. Жыларман халде қырғыз қарындасымен қоштасып бөлмеме қайттым. Ертесі семинар кеңестік бітуіне орай банкет ұйымдастырылды. Әйел заты қандай ғажап. Барлығының да сол күнге сақтап әкелген, көрсетпей келген киімдері бар боп шықты. Тұрсынбүбі тіпті түрленіп кетіпті. Қызыл қопты киіп,
Мойнына ұзын қос қабат қызыл моншақ тағыпты. Қозғалған сайын оның тастары жалт-жұлт құбылады. Көрік үлгергендей көтеріліп басылған кеудесі көзімді еріксіз тарта берді. Билегенде от лаулап, өртеніп бара жатқандай, омырауы оңды-солды аласұрып бұлқынады. Кернеп бара жатқан бой қуатын бәсеңсіткісі кеп, әдейі жанталаса билейтін секілді. Кейде қимылына көз ілеспейді. Жалынмен шарпып шалқып жанған от құсап, бір-екі рет қасымнан өтті. Келесі биге іштей ыңғайланып, жақындау барып тұрдым. Мен қолымды соза бере ақ қарсы ұмытылды. Ұршықша иіріліп, вальсті екеуміз бірінші бастап кеттік. Банкеттен кейін бөлмеге кіріп, Алматының дәмін татсаңшы дедім алғашқы алқынысымды басылған сәтте. Ой аға, кешке екеуміз күнәдан Құдайдың өзі сақтап қалды. Енді ол тақырыпқа оралмай-ақ қояйық та. Бүгін сондай бір әдемі бақытты боп жүрмін. Сіздің жақсы көріп мұңая қарап тұрғаныңызды көрген бойда байқадым. Қадіріңді білетін адамның қасында бәріміз де бақыттымыз аға. Маған ренжімеңіз. Сізді қолымнан келгенше сыйлауға тырыстым. Бағалап жақсы көргеніңіз үшін, ұстамды болуға ұмытылғаныңыз үшін, бәрі үшін рахмет аға. Ұмытпай еске ала жүрерсіз. Мен ұмытпаймын ғой дедім күрсініп. Бұдан бұлай басқаша сөзді доғарайық деген ишарасын түсіндім. Қолыма түсе жаздап тұрып, кездейсоқ жағдайдың кесірінен түспей кеткенін ойласам, ішім тегі одай ашиды. Әйткенмен мұндай жақсыға жанасқанның өзі жан семіртеді. Бір сәт оның да көңілі опай-топай еткенім ол да естен оңай шыға қоймайтын оқиға. Шындап келгенде оған да шүкіршілік, мұндай жақсының арман қып, сағынып еске ап жүргеннің өзі де табиғаттың сыйы шығар. Ертесі қазақстандықтар ауылымызға Мәскеу арқылы ұштық. Мәскеуге дейін мінгенбіз. Шағын ауыл арасына ұшағы екен. Тұрсынбөбілер де бізбен бірге отырды. Жеңіл ұшақ жерден көтерілгеннен ақ жеңіл мінез байқатты. Солқ еткізіп бір сілкіді, зырқ еткізіп бір тастап жіберді. Одан серге салған тоқаштай шайқап алды. Шошынып шыңғырып әйелдер жағы әжептәуір әбігерленді. Тұрсынбөбі алдыңғы жақта менен екі қатар ілгері отырған. Қарасам аузын беторамалмен басып апты. Лоқсып, ышқынып, берекесі қашып кеткен секілді. Жалма-жан төбе жағымдағы қызыл кнопканы бастым. Обалы не керек? Стюардесса тез жетіп келді. Ана қатардағы әйелді көрдіңіз бе? Пакет әкеп беріңізші дедім Тұрсынбөбіні көрсетіп. Өзім орнымнан түрегеп Тұрсынбөбінің қасына отырған орта жастағы кісіге кеп өтініш айттым. Сізбен орын ауыстырсақ қайтеді? Мен мына кісінің қасына отырсам. Мақұл, жарайды, өзі де қайтерін білмей зорға отырса керек. Ұшып түрегеп дереу менің орныма қарай жүгірді. Әйелдің беторамалына қарағанда еркектің әжептәуір көлемді ғой. Отыра сап орамалымен Тұрсынбөбінің аузын сүрттім. Сөйткенше 2-3 пакетін көтеріп стюардесса да жетті. Қарындасым-ау, мына күйіңнен мұнда қалай келгенсің? Үлкен самолет бүйтіп селкілдетпейді ғой аға. Мынау мені Мәскеуге жеткізбей өлтіретін шығар. Қайдан ғана отырып едім. Пойызбен кете бермей. Енді болары болды. Сабырға жеңгізіп, селкілдетпей ұшқан аралықта ұйықтап кетуге тырысшы. Екі арамыздағы шынтақты сүйер көтеріп тастап келіншекке тақала отырдым. Орамалыңызды маған беріңізші, менікінің құрғақ жері қалмады деді, ептеп басын көтеріп. Орамалымен көзінің алдын езуін, ернін асықпай сүртті де маған жымия қарады. Қанша қашсам да құтылмай, ақыры қатар отырғанымызды қарашы. Менен неге қаштың? Бәрінен бұрын өзімнің босаңқырап қалғанымды қорықтым. Енді қолыңызға түссем аман жібермейтініңізді сездім. Сізді де өзімді де күнәдан сақтағым келді. Сол күнәдан мені бекер-ақ сақтадың-ау. Күнәнің де күнәсі бар емес па? Күннің көзімге күліп сыртымыздан үріп бір жаманатқа ұшыраса екен деп қолынан келген арамдығын аямай жасап қаншама дұшпандарымыз жүр. Бірін-бірі атарға оғы жоқ.
Жақ-жақ боп өштесіп аз халықтың ауызбірлігін бұзып қаншама зиялы деген ағаларымыз әуре сарсаң. Солардың ел қамын алдымен осылар жейді екен. Биліктер мен біліктілердің бірін-бірі жек көргені күнә емес те, екеуміздің бір-бірімізді жақсы көргеніміз күнә ме? Күнә болғанда да екеуінің айырмасы жер мен көктей ғой, айтшы солай емес пе? Оймақтай аузы дөңгеленіп, Тұрсынбүбі күлімдеп қолымды қысты. Осы сөзіңді кеше айтпаған өзіңізден көріңіз. Әзілі өзегімді өртеп жібергендей болды. Онсыз да кеудеме симай шып-шытынатылғалы тұрған өкінішім зырқ етіп миыма соқты. Көз алдыма қарауытып кетті. Сол сәтте ұшақта солқ еткізіп, күрт төмен түсіп кетті. Ышқынғанша Тұрсынбүбінің шегі үзіліп кете жаздады. Ұшақ сәл көтеріліп барып, қайтадан құлап кетпеуге тырысқандай, қалтырап дірілдеп кішкене шайқастап тұрды. Біраздан соң қолқ-қолқ етіп төмен құлдырап жөнелді. Өң түс қалмай Тұрсынбүбі талып кеткен адамша былқ-сылқ жансыз қалды. Өзінде еш дәрмен қалмаған соң пакетті мен ұстап аузына тостым. Көзінен жас парлап, аузы мұрнынан сорғалап, бір жағы менен ұялып, әбден мазасы кетті. Ұшақ қайтадан оңалып ұшты. Жарты сағатқа жуықтан кейін ғана қырғыз келіншек ептеп жан шақырды. Басын көтеріп менің орамалыммен бет-аузын сүртті. Жаным ағасай, сізді әбден шаршаттым-ау. Өз тіземнің үстінде жатқан сол қолымды аузына апарып саусағымнан сүйді. Сол күні солай болғанда өкінбейтін де екем. Алдамай, шын жақсы көргеніңізге енді көзім жетті. Әйел бар, еркек басқа, әйелден тек тән іздейтін шығар деп ойлаушы ем. Өмір шіркіннің құпияға толы екенін енді аңғарғандаймын. Әйел баласы ондай сөзді неге айтады, не айтқызады? Оны Құдай білмесе, мен қайдан білейін? Алайда анандай сөзді қырғыз келіншектің аузынан естігенде, мен өзімді жер бетіндегі бақытты еркек деп сезіндім. Балқып отырып келіншекті бауырыма тарттым. Құлақ түбінен иіскеп, мекірене сүйдім. Адам жақсы көргенде бір уақ бала шағасының бар екенін де ұмытып кетеді екен дедім сыбырлап. Соған қарағанда анда-санда үлкен сезіммен де санасып қойғаның еш сөгеті жоқ-ау сірә. Неге жоқ болсын аға? Ел естиді, өсек айтады. Соған бола қаншама кісілердің отбасы ойран боп жатқанын көріп жүрегіміз жоқ па? Талайлар қызметінен қуылып, алтын бастарын тырнағына татымайтындардың табанында қорқып жүр. Шындап келгенде мансаптың рахатын көру үшін барын сап ұмытылатын еркектерден гөрі, әйелдердің ләззатын тату үшін бәрін аямайтын еркектерді өз басым әлдеқайда биік санаймын. Өйткені өзіңіз сондайсыз. Оған уәж айта алмадым. Екеуміз көпке дейін үнсіз қалдық. Ақыры аман есен қондық-ау. Тұрсынбүбінің жүгін көтерісіп, әуежайдың ішіне дейін бірге бардым. Қоштасар сәтте жақындады. Әйел шамаданынан Ыстықкөлге арналған бүктелі алып, сыртына тұрғанын телефонын жазды. Аға, сізге үлкен рахмет. Мынаны ескерткішке алыңыз. Сіздің орамалыңызды мен алайын деді күліп. Қолыңыз тисе іздеп келіңіз. Үйге келсеңіз де мейлі. Енді кездессек титтей де қобалжымай тәуекел етем. Сіз үшін бір күнәға батуға болады. Іздеп келем деп уәде бергем жоқ. Жеңіл сөйлеп желпілдей алмадым. Үнсіз еңкейдім, үнсіз тосты. Шөп өткізіп қана ернінен сүйдім. Зорламай қысымай ғаламат әйелдің ернінен өз еркіммен сүйдім. Рахмет назарларыңызға. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер.